Енді құрметті бауырлар, мына садақа фитрге келер болсақ, кейбір бауырларымыз сұрап жатыр, ақшалай беруге болмайды деп жатқан бір пәтуаны көрсетеді маған. Біреулер сөйтіп таратып жүр екен, әңгіме қылып жүр екен. Садақа фитр ақшалай берілсе, ол қабыл болмайды дейді. Фитр садақасын ақшалай берсеңіз, қабыл болмайды дейді. Бір шейхтің, Арабиядағы бір шейхтің пәтуасы екен. Құрметті бауырлар, біз шаңыраққа қарауымыз керек. Қайда жүрміз біздер? Бізде басқа мазхабтың мешіті жоқ. 3000-ға жоқ мешіт Ханафи, Матурidi мазхабын ұстанамыз. 90% мұсылмандар, намазхандар Ханафи мазхабын ұстанады. Ғалымдарымыз Ханафи мазхабын ұстанады. Медреселеріміз Ханафи мазхабын ұстанады. Енді келіп, бізге келіп, ақшамен беруге болмайды деулері дұрыс емес. Өйткені біздің өзіміздің мазхабымыз бар, өзіміздің пәтуамыз бар. Сол Арабияда шейхтардың пәтуасын сол жаққа барып айту керек. Бізге қажет жоқ. Содан кейін екінші, бір нәрсені көрдіңіз бе, бітті, соған жабыса салу дұрыс емес, соқыр ере салу. Шейх айтып жатыр, болды деп. Оны қарау керек, зерттеу керек. Не үшін Пайғамбар саллаллаху садақа фитрді арпамен, құрмамен берді өз уақытында? Өйткені сол құрма мен арпа сол уақытта тиімді болатын еді. Өйткені ол уақытта дирхам, ақша деген тек қана 1-2 адамда ғана болған. Аз адамда болған. Бәрінде ақша, дирхам, динар, тиын, ондай ақша болмаған. Ол уақыттың тамағы, ол уақыттың жүріп тұрған несі сол құрма мен арпа болған. Сондықтан Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты, құрма мен арпамен беріңдер деп. Бірақ басқа нәрсемен беруге болмайды деп айтқан жоқ Пайғамбар саллаллаху алейхи. Тек осы нәрсемен беріңдер, болды. Тек арпа мен құрма болсын, болды деп. Қандай хадис бар, алып келдірші хадис? Пайғамбар саллаллаху алейхи дирхаммен беруге болмайды, бидаймен беруге болмайды, күрішпен беруге болмайды деген хадис бар ма ондай? Жоқ. Кейін сахабалардың кезі, мысалы Муаз ибн Джабал радиаллаху анху, ол Еменге кеткен сахаба. Ол сол жақтан Еменде жүріп, арпа, құрма алмаған садақа фитрге. Нені алатын болған? Хамис пен ләбис дейді, киім алатын болған. Неге? Өйткені емендіктер, олардың көбісі киім тігетін болған, киіммен, матамен айналысатын болған. Сондықтан Муаз ибн Джабал олардан киім алатын болған. Зекетке киім беретін болған. Тіпті кейін дирхам, ақшалар шыға бастағаннан кейін де сахабалар радиаллаху анхум дирхаммен қабылдай бастаған фитр садақаларды. Умар ибн Хаттабтың үкімі бар сондай. Мусаннаф ибн Аби Шейба кітабында Умар ибн Хаттаб урут дейді, товардың орнына, заттың орнына дирхам беруді үкім еткен. Дирхам деген сол кездегі ақша. Сондықтан құрметті бауырлар, Абу Ханифа мазхабында ақшалай фитр садақа ақшалай беруге болады дегені, ол сахабалар радиаллаху анхум істеген нәрсесі. Абу Ханифа өз ойынан шығарған жоқ. Содан кейін тіпті Имам Бухари рахимахулла нақдан дейді, ақшалай беруге болатындығын жайлы айтады фитр садақаны. Имам Бухари. Абу Ханифа, Имам Бухари, сахабалар істеген. Неге біздер істемеске? Неге болмайды? Тіпті жаңа болмайды деп жүрген жігіттердің, тек қана макаронмен немен беру керек деп жүрген жігіттердің ұстаздарының ұстазы Ибн Таймияның өзі де, егер соған мұқтаж болып тұрса дейді, ақшаға, онда беруге болады деген пәтуаны айтқан. Сондықтан
көпшілік ғалымдар, әсіресе қазіргі ғалымдар барлығы ақшалай пітір садақа беруге болатындығын айтады. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаху кезінде қазір жаңағы тамақпен тарататын жігіттер ақшалай болмайды деп жүргендер күрішпен береді. Күріш мұқтаждарға көреміз ғой, күріш апарады. Қай хадисте келген пайғамбар саллаллаху күріш апарыңдар деген, күрішпен садақа пітір беріңдер деген. Алып келіңдерші. Неге күріш апарасыңдар? Пайғамбар саллаллаху кезінде арпа мен ячмень дейді, арпа мен құрма болған. Тіпті бидай деп айтпаған хадисте, бидай деп келмеген. Кейін сахабалар радиаллаху анхум бидайдан да беруге болады деген үкім шығарған. Қалаға бидай келе бастағаннан кейін, көбейе бастағаннан кейін бидаймен де беруге болады деген. Сосын күріш келе бастағасын күрішпен де болады деген. Ал егер сендер тек қана жоқ хадиспен жүреміз, хадисте қалай келді, арпа мен құрма келді, тек соны беру керек, болды, ақшалай, басқалай болмайды десе, онда күрішпен де бермеңдер. Онда бидаймен де бермеңдер. Егер болмайды десеңдер, тек хадиспен жүремін десеңдер. Сондықтан хадис бар, оның түсінігі бар, оған ғалымдардың айтқан пікірлері бар. Сондықтан қарапайым халықтың ішінен дүрбелең салмай қойыңыздар, болмайды, қабыл болмайды пітір садақаларыңыз деп. Алла ғой қабыл етуші, иншалла. Және сол пітір садақаларыңызды осы Рамазан айының соңында берген абзал құрметті бауырлар. Не үшін біз пітір садақа береміз? Бұл ораза ұстап жүрген кездегі қателіктер болса, кемшіліктер болса, соны толықтыру үшін. Сондықтан соңына қалдырған абзал. Айтқа дейін пітір садақасын берген абзал. Енді қазір берсеңіздер де, бүгін берсеңіздер де болады. Болмайды деген сөз емес. Бұл жерде тек абзалдығы. Ал айттан кейін пітір садақаны берілмейді болды. Сондықтан айтқа дейін беріп тастау керек.